Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жолым болсын десеңіз, осы техниканы жасап көріңіз. Сізге пайдалы болады, өйткені өте қарапайым және жасау оңай техника. Үнемі жолым болсын десеңіз, осы техниканы жасаңыз. Әрқашан жолы болатын адамдарға көріп таң қалып жатамыз. Бірақ олар қандай техника қолданатынын біле бермейміз. Бүгін сіздерге осы ерекше сәттілік әкелетін техникамен бөлісемін. Ол үшін сізге жіп керек болады. Қандай түсті? Сіздің түсінгеніңізде сәттіліктің, жолы болудың түсі ретінде қызыл түсті алсаңыз болады. Бұл техника қай кезде жасалуы керек? Қатты жолыңыз болғанын қалаған кезде, таңдау жасаудан қиналып тұрған кезде, қандай да бір тест, емтихан тапсыратын кезде, жалпы сәттілік өте қажет кезде жасайсыз. Әлгі алған жібіңіздің инемен киіміңіздің ішкі жағынан 3 рет тігесіз. Бірақ жіптің ұшын түймейсіз, бос қалдырасыз. Осылайша 3 рет киіміңізге инені өткізіп, осылай техниканы жасайсыз. Техниканы жасап болғаннан кейін сәттілік әрқашан менімен бірге деп осы сөзді 3 рет айтасыз. Инені алып, жіптің ұшын байламай қалдырасыз. Бұл әдістен кейін міндетті түрде істер оңынан шешіліп, жолыңыз ашылатын болады. Сол кезде жіпті алып тастайсыз. Төменге осы аффирмацияны жаза кетіңіз. Пайдаларыңызға жарасын.